Так, келесі установка Ақкөл, Тараз. Осындай шаруашылықта ағамызға 45 метрде тұрған 1.8 насос тұр екен. Соған 2.2-лік және 580 ваттан 7-3-тік панель, двухсторонний лонжи, ең жақсы панельдердің бірі. Бұл жерде 10-15 жыл смело безотказный тек қана күннің сәулесімен су шығара беретін болады. Аккумулятор болмайды. Міне алдында аккумулятормен істеп жүрген. Бұл далада тұрған соң, бұл 2 жылға да жарамай қалады. 1 жылда суықта қалып аккумулятор бітеді. Осындай қойдырсаңыздар болады. Максимально үлкен қойдырсаңыздар болады. Су көбірек керек болатын болса, осындай алыптарға жинап аласыздар. Ауыртты күндері в общем, режим үйреніп аласыздар. Осындай темірмен өзіміздің авторский жаңа темірмен орналастырдық. Осы автоматпен қосып өшіре береді, филтраны салады. Солнечный кабельдермен инверторымыз осы мини ящикке әдемілеп жинап бердік. Жаңбыр, анау мынау шаң-паң ештеңе етпейді. Осылай тұрады. Компактный, әдемі болып. Инверторымыз 2.2. Жұмыс істейді негізі. Қазір енді кеш болып қалды. Ертең азанда 9-дан 5-ке дейін су шығара беретін болады. Инвертор жалпы осылай жұмыс істейді. Автомат қосасыз. Және мынаны салып қоюды ұмытпау керек. Насоста. Осылай қосылатын болады. Хабарласыңыздар, Сенежи компаниясы. Қазақстанның кез келген жеріне доставка установка жасап бере аламыз. Су керек емес кезде өшіріп қойсыздар. Өзі өшеді осылай. Номер төменде.